Кайрылуу күн достар, менин каналыма кош келдиңиздер. Бельгийский вафлидің рецептісін кабыл алыңыздар. Таңғы асқа дайындап жүрген ерекше тәттілерімнің бірі өте жұмсақ болып шығады. Рецептісі әдеттегідей экранға және де описаниеде қалдырылған. Ең алдымен разрыхлительді електен өткізілген ұнға қосып араластырамыз. 2 жұмыртқаны жарып, оған қант және де ванильді қантты қосып жақсылап араластырамыз. Кейін оған ерітілген сары майды қосамыз. Ары қарай бөлме температурасындағы сүтті қосып, венчиктің көмегімен араластыру қажет. Ұн мен қопсытқышты 2 бөліп қосамыз. Араластыру барысында ешқандай түйіршік қалмауы тиіс. Барлығын біріктіреміз. Біздің қамыр дайын болды. Алдын ала қыздырып алған вафельницаға қамырымызды біркелкі етіп құйып шығамыз. Бетін жауып, шамамен 5-7 минуттай пісіреміз. Уақыты сіздің вафельницаңызға байланысты, ең бастысы осындай қызарған өте әдемі вафлилер дайын болуы қажет. Дәл осы рецептпен бірдей 8 дана вафли шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ болып шығады, менің балаларыма ұнады. Сіздермен болған Индира. Егер де видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналыма жазылып қойыңыздар.